Сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сіздермен өте дәмді хит салаттардың бірі баклажан флеарияны дайындайтын боламыз. Сіздермен өте керемет рецептпен бөліскім келеді. Дастарханыңыздың сәнін кетіреді. Қарамас бұрын каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Ең алдымен екі баклажанымызды алып, жуып, тазартып аламыз. Сыртында қабығын алып тастауымыз қажет. Мөлшерлердің барлығын осы видеоның описание бөлімінде жазып кететін боламын. Осылай тазалап алған соң екі бөлікке бөліп, видеода көрсетілгендей ұзынша етіп турап шығамыз. Егер үлкен болып кеткен болса, онда ортасынан тағы да бөліп шығасыздар. Міне біздің баклажанымызды турап алдым. Енді осындай пакетті аламыз. Ішіне екі ас қасық ұн саламыз да баклажанымызды осылай ұнға аунатып аламыз. Енді екі жұмыртқаны алып, жақсылап тұрып кішкене тұз қосамыз, видеоға түспей қалыпты. Және де жақсылап тұрып араластырамыз. Баклажандарымызды осылай жұмыртқаға аунатып аламыз. Міне баклажандардың бәрін осылай аунатып алдым. Енді майымызды алдына қыздырып аламыз. Кішкене көбірек май құйыңыздар. Басында осылай қатты отта қуырамыз, сосын барып орташа отта қуыруымыз қажет. Өйткені біздің баклажанымыз толықтай пісуі қажет. Қызартып, екі жағынан осылай қуырып аламыз. Бізде баклажанымыз ішін барлығы жұп-жұмсақ болып пісуі қажет. Егер қатты отта болса, піспей қалуы мүмкін. Сол себептен орташа отқа қоямыз. Енді қызанағымызды дайындап аламыз. Бізге екі қызанақ қажет. Осылай видеода көрсетілгендей ұзынша етіп турап аламыз. Достар, рецепт ұнап жатқан болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де апта сайын каналымда рецепттер шығып тұрады. Оны өткізе алмас үшін подписаться кнопкасын басасыздар. Және де қасындағы қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, жаңағы рецепттерді өткізе алмайсыздар. Үлкендеу ыдысымызды алып, ішіне салып қоямыз. Сосын барып, кинза немесе осындай петрушка болсын, өздеріңізге ұнаған ас көк болсын аласыздар. Осылай турап шығамыз. Мен петрушканы алдым. Енді біз жаңағы соусымызды дайындап аламыз. Бізге екі помидор қажет оған. Осылай үккіштің кішкентай бөлігінен өткіземіз. Бізге жаңағы помидордың соғы ғана қажет, сыртын алып тастаймыз. Сарымсағымызды да осы үккіштен өткізіп аламыз. Кішкене бұрыш қосамыз. Және де бір ас қасық соевый жаңағы соус қосатын боламыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Енді помидорымызға жаңағы баклажанымыз әбден суы қажет. Суғаннан кейін барып, жаңағы помидордың үстіне салып, үстіне жаңағы соусымызды құямыз да жақсылап тұрып араластырып аламыз. Үстіне ақ жеркенімді қосамын. Кішкене дәміне қарай тұз қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Салатымыз дайын болды. Бұл салатты жарты сағат немесе бір сағатқа холодильникке қойып қойсаңыздар, тұзы сіңіп өте дәмді болып шығады. Салаттың дәміне енді сөз жоқ, ғашық боласыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Әйгерім, астарыңыз дәмді болсын.